Қайырлы күн. Эфирде Energy Time, студияда Аяжан Абдықалық. Мекемедегі жаңалықтардан қалыс қалмас үшін экраннан алыстамаңыздар. Бүгінгі таңда еңбек қауіпсіздігі басты да маңызды сала. Мекемеде 2023 жыл еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздікті сақтау жылы. Атаулы іс-шара барысында зертхана бөлімінде қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Сегодня проходит День техники безопасности в нашей службе. Провели сектором по техобслуживанию, там провели мы по технике безопасности организационные мероприятия, технические мероприятия. И дальше провели правила устройства электроустановок, требования к коммерческим приборам учета. Здесь вот проводим поверочные лаборатории. На данный момент День техники безопасности здесь провели соблюдение правил техники безопасности. Здесь у нас установки, которые непосредственно включены в сеть и имеют источники тока и напряжения. Здесь тоже как бы опасно в электроустановках, и тоже здесь мы проводим по техническим мероприятиям, по организационным мероприятиям применение электрозащитных средств, применение инструментов в электроустановке, также осмотр электроустановок, наличие заземления, чтобы предотвратить поражение электрическим током работников. И проводим обучение по единственному измерению, правилам и методике поверки. Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігі күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуді жалғастырып жатыр. Қала ішінде бірнеше жұмыстар атқарылып, ескі жабдықтар жаңаға ауысуда. Ақтөбе электр желілері бойынша 2023 жылға пландалған жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол жұмыстар Қарағұл Батыр, Марат Оспанова көшесінде, Ғазиз Жұбанова көшесінде жүргізіліп жатыр. Алдиярова көшесінде ескі бөренелер алмасып, жаңа бетонный столбтар қойылып жатыр. Ескі сымдар алмасып, новый сымдар тартылып жатыр. Осы август аралығы айында жүргізетін жұмыстар. Қаламыздағы жұмыстар барысы осындай. Ал аудандық іс-шаралары мерзіміне сай жүргізіліп жатыр ма? Бұл сұраққа аудандық электр желілері учаскесінің бас мамандары жауап берді. Шалқар ауданы Шалқар электр желісі бойынша қазіргі таңда жоспарлы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Шалқар қаласында төменгі кернеудегі 04 электр желілеріне жоспарлы күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар Шалқар қаласында нөмірі 310-шы төмендеткіш трансформаторына бір дана, оған да күрделі жөндеу жұмыстары аяқталды. Шалқар ауданының Шілікті елді мекенінде де бір төмендеткіш трансформаторлық подстансаға жөндеу жұмыстары жүргізілді. Алдағы жоспарымызда тамыз айына тағы да жоғары кернеудегі 10 киловольттық электр желісіміз бар. Соған күрделі жөндеу жұмыстары жүргізу жоспарымызда бар. Сонымен қатар Шалқар қаласында тағы да сән үлгідегі трансформаторлық төмендеткіш подстанса салуымыз жоспарымызда бар. Еңбек электр желісі учаскесі бойынша ағымдағы жылдың мамыр-маусым айында 2 трансформаторлық подстанса күрделі жөндеуден өтті. Сонымен қатар инвест программа арқылы бір трансформаторлық подстанса жаңасына ауысты. Әуе желісі бойынша 04 киловольттық төменгі кернеудегі линияда жұмыстары аяқталды. Тамыз айында орындалатын жоғары кернеудегі 10 киловольтты линияда жұмыстары жүргізіледі. Ақтөбе қаласын тұрақты және сенімді электрмен жабдықтауды қамтамасыз етіп, электр желілеріндегі авариялар мен ақауларды жою үшін қалалық жедел диспетчерлік қызметі жұмыстарын белсенді жүргізуде. Біздің бөлімнің негізгі қызметі Ақтөбе қалалық тұрғындарын үздіксіз және сапалы электр қуатымен қамтамасыз ету. Осы мақсатта біздің қала ішіндегі подстансаларда, РП-ларда, ТП-ларда жедел бөлім бригадасы арқылы үздіксіз кезекшілік етеміз. Күніне Ақтөбе қаласы үлкен болғандықтан 20 және одан да көп шағым түседі. Және соның арасында апаттық жағдай болуы мүмкін. Себебі көп жағдайда басқа мекемелер біздің мекемемен келісім шарт жасамайды. Жер қазу жұмыстары кезінде. Сол себепті жер астына шыққан кабельдерді көрсетілмегендіктен үзу көп орын алады. Сол себепті сол қай жерде кабель үзіледі, сол аудан электр жарықсыз қалады. Үзілген кабельді тез арада анықтап,
басқа резервті қосалқы желілері қосу арқылы электр энергиясы тұрғындарға беріледі. Қоғаммен байланыс және корпоративтік даму қызметі таланттарды іздейді. Мекемеде өзіңе сенімді бол атты арнайы авторлық жобаның іске қосылғандығын хабарлаймыз. Бұл жаңа бастама әріптестерімізді жаңа қырынан тануға септігін тигізеді. Егер сіз камера алдында өзіңізді еркін ұстай алсаңыз, жақсы дайындалған дауысыңыз бен дикцияңыз болса, теле және радио жүргізушілердің рөлінде бағыңызды сынағыңыз келсе, немесе деңгейіңізді көтеру қажет болса, біз сізге мұндай мүмкіндікті беруге дайынбыз. Энергосистема мекемесінің дауысы және бет бейнесі болу үшін өзіңізбен және бізбен жұмыс жасаңыз. Өзіңе сенімді бол жобасына қатысу үшін қоғаммен байланыс және корпоративтік даму қызметіне хабарласу арқылы 318 кабинетке келіп, анкетаны толтырып, ары қарай сабақ басталуын күту қажет. Аптадағы ең жақсы күн жұма мекемеде қазақы және іскерлік стильді ұштастыратын қазақ стайл күн ретінде белгіленді. Сән мен мән көрінетін бұл күнді мекеме мамандары әр апта сайын асыға қарсы алады. Біз мекемеміздегі осы дәстүріміз арқылы халық құндылықтарын насихаттауға және оны сақтауға өз үлесімізді қосамыз. Сондай-ақ мекеме қабырғасында көңілді толқындағы WOW FM энергосистема жшс радиосы іске қосылды. Бұл жөнінде толығырақ корпоративтік даму қызметінің маманы Әдемі Сайлаубай баяндайды. Мекемеде әр сәрсенбі сайын WOW FM радиосы ойнайды. Мақсатымыз мекеме қызметкерлерінің жұмыс апталығына сәттілік тілеп отырып, олардың көңіл күйлерін көтеру, бірақ тек ойын-сауық мақсатта ғана емес, сонымен қатар ақпараттық танымдық бағытта да қызмет етеміз. Мысалға, мекеме қабырғасында қандай жаңалықтар бар, ішкі дәстүрлер жайында, немесе хабарландырулар жайында баяндаймыз. Мұның барлығы корпоративтік дамуға, сонымен қатар мекеме қызметкерлерінің жұмыс күндерінің сәл де болсын көңілді өтуіне оң ықпалын тигізеді деп ойлаймыз. Елге сіңірген еңбек жақсы демекші, өңіріміздегі әрбір үйде жарықтың болуы үшін үздіксіз жұмыс жасап жүрген қызметкерлердің осы еңбегі еленіп, ескерілсе игі. Мекемеміздегі жаңалықтар легі әзірге осындай. Үйден шығарда жарықты сөндіріп, электр тоғын ажыратуды ұмытпаңыздар. Жаңа ақпараттарды жіберіп алмас үшін YouTube арнамызға жазылыңыздар. Бұдан бөлек, бізді басқа да әлеуметтік желілерден таба аласыздар. Материалды дайындаған қоғаммен байланыс және корпоративтік даму қызметі.